Өзге инсанға берген садақам. Алланың құдіреті. Болған уақия. Шаңырағымда жалғыз ұл едім. Ата-анам һәм қарындасым төртеуміз жасар едік. Ата-ана пенсия жасына жеткен, мен мемлекет жұмысында істер едім. Қарындасым колледжді оқуын біткеріп, абитуриентлікке имтихан тапсырды. Имтиханын тестілерін де тапсырып, жауаплары да келді. Қарындасым төлемді оқуға кіріпті. Жалғыз қарындасым оқытпасам, ағасы болып не қылып жүрмен дедім да, оқы дедім. Қарындасыма оқы деуімді деп болып, оны қалай оқытуымды, қалай оның оқу төлемін төлеуімді ойламаппын. Бір айлығым біріне жетсе, біріне жетпес еді. Сондықтан шетелде жұмысқа кетуді шештім. Басында ата-анам қарсы болды. Алла берген несібені шүкір қылып жасай бер деді. Мен қарындасымды оқытуым керек екенлігін, үйді де ремонт қылып үйленуім үшін де ақша жинауым керек екенлігін, бір айлығыма бұлардың барлығын әмелге асыра алмайтындығымды айтқанымнан соң мені түсініп, ақ батиясын беріп шығарып салды. Россияға жұмысқа келдім. Басында бәрі жақсы еді. Қарындасыма үйге де ақша жіберіп жүрдім. Күтілмегенде бір уақия болды. Жұмыстан әдеттегідей кешкісін келіп, тамақланып болып, үйдегілерден хабар алайын деп қоңырау шалғанымда, әкем суық хабар айтып қалды. Анам ауырып қалыпты. Тез қайтуымды, анаңның қасында болуымды айтты. Мен ертесіне ұшып баратынымды айтып, телефонды жаудым. Таңды да зорға арттырдым. Таң атқаннан бастығыма өз жағдайымды түсіндірдім. Түсінген адам екен. Жағдайымды көріп, айлығымнан тысқары қосымша ақша берді. Ақшамды алдым да аэропортқа жол алдым. Аэропортқа келгенімде билеттердің барлығы сатылып болыпты. Әкеме тағы қоңырау шалдым. Бүгінгі билет қалмағанлығын, ертеңге ұшып баруымды айту үшін. Әкем анамды дәрігерлер ертеңге дейін жетіп бара алмайтынын айтты. Сен келіп жүрме, өздеріміз еплейміз деді де телефонды жауып тастады. Не қыларымды білмей, ішімнен үлгірмегеніме өзіме ашуланып тұрғанымда бір жігіттің телефонда сөйлесіп отырғанлығын байқаусыздан естіп қалдым. Ол да ләшсіз не қыларын білмей жақын адамдарына қоңырау шалып, жақын жорасының сырт елде өз аманатын тапсырғанын, оның денесін ауылына алып қайтуына хүжетлер керек екенлігін, ол хүжетлерді даярлау үшін болса, ауылдағы жақындарынан қоңырау шалып, қарызға пұл сұрап жатыр екен. Аэропортта билет таппағаныма, ауылға қайта алмағаныма өкіндім. Һәм жұмыс жағымдағы үйіме қарай оралдым. Кешкісіне әкемнен қоңырау келді. Қорқа-қорқа зорға алдым. Суық хабар естігім келмес еді. Қоңырауды алғанымда әкемнің қуанышлы даусын естіп, көңілім жайына түсті. Әкем қуанышлы дауслары менен анаң өзіне келді деді. Анаң түсінде өлім жолы менен кетіп бара тұрған екен. Жолын бір жігіт тосып, сіз балаңыздың алдына барың депті. Бұл сөздерді естіп, ойыма аэропорттағы телефон менен сөйлесіп атырған жігіттің ләшсіз не қыларын білмей, пұл тауа алмай атырғаны ядыма түсті. Ол жігіттің қасына бардым. Сөздерінің бәрін естім дедім да қалтамдағы пұлларды шығарып. Бұл пұлларды анама апара алмадым. Хеш болмаса достыңыздың денесін ата-анасының алдына апаруына жәрдем берсін деп пұлды беріп кеткенім ядыма түсті. Жігітке берген пұлларым анамның тәуір болып кетуіне себепші болады деп еш ойламаған екенмін. Алланың құдіретіне, мейірімлігіне, кешірімлігіне көзім жетті. Һәм Аллаға сансыз шүкірлігімді айттым. Өзге бір елдерде мұсапіршілік қылып, адал ниетіменен пұл тауып, өзге бір инсанға бұны садақа қылуы, һәм бұл садақасы анасының тәуір болып кетуіне себепші болды. Алланың бұл да бір құдіреті. Әзиз достар, осыменен видеомыз өз жұмағына жетті. Келесі видеоларда көріскенше сау, саламат болың. Видеома лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.